Осы жылы рекорд спесігін ашқан 30 килограммдық торт. Құраммен сіздермен бөлісемін. Менің ең көп зерттеген тортым осы молочная девочка. Оны бір жыл бойы зерттедім. Соның рецептімен сіздермен бүгін бөлісемін. Бұл тапсырыс 30 килограмм болғандықтан стандарт 2 килограмм торттың ингредиенттерін 15 есе көбейтіп жасадым. Алдымен жұмыртқаны венчиктің көмегімен араластырамыз. Бір шымшым тұз, сары майды ерітіп алып, менің ұнататыным садовое. Негізгі массаға қосамыз. Кейінгі кезекте қойытылған сүт. Бұл молочная девочканың ең маңызды ингредиенті. Мен Деповская фирмасын қолданамын. Жоғары сұрыпты ұн және қопсытқышты қосамыз. Массамыз қою қаймаққа ұқсау керек. Әр ингредиентке аса мән беріп, ең жақсысын таңдасаңыз, тортыңыз әлбетте дәмді болады. Бұл видеоны тәтті шығармашылықты сүйетіндерге жібер. Сіздермен болған іңкәр. Осы жылы рекорд спесігін ашқан 30 килограммдық торт. Құраммен сіздермен бөлісемін. Менің ең көп зерттеген тортым осы молочная девочка. Оны бір жыл бойы зерттедім. Соның рецептімен сіздермен бүгін бөлісемін. Бұл тапсырыс 30 килограмм болғандықтан стандарт 2 килограмм торттың ингредиенттерін 15 есе көбейтіп жасадым. Алдымен жұмыртқаны венчиктің көмегімен араластырамыз. Бір шымшым тұз, сары майды ерітіп алып, менің ұнататыным садовое. Негізгі массаға қосамыз. Кейінгі кезекте қойытылған сүт. Бұл молочная девочканың ең маңызды ингредиенті. Мен Деповская фирмасын қолданамын. Жоғары сұрыпты ұн және қопсытқышты қосамыз. Массамыз қою қаймаққа ұқсау керек. Әр ингредиентке аса мән беріп, ең жақсысын таңдасаңыз, тортыңыз әлбетте дәмді болады. Бұл видеоны тәтті шығармашылықты сүйетіндерге жібер. Сіздермен болған іңкәр.